Ассалаумағалейкум. Салам, hoş geldin Ake. Жанар ханым іштім. İşte. Бол. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Амансыз ба? Salınız, kalaysız. Қош көрдік. Жақсы. Қадірлі ағайын, енді өткенде біз тиктокта сүйіншілеген болатынбыз. Енді қашанғы мынау денсаулыққа пайдалы қазақта енді қазір не көп, қант көп, бауырмен ауырып жатқан, түрлі диагнозбен, түрлі елге шаққылап, түрлі жерге шаққылап, түрлі елден келетін түрлі химикаттық дәрілерді қолданып жатқан қазақтың қатары өте көп. Дәл осы тұста осындай бір дүниелер қазақтың, өзіміздің қара көздеріміз, өзіміздің қазақтың қыздары, жігіттері жасап жатыр екен деп сүйіншілеген кезде біраз адам бөркін аспанға атқан еді. Біз сол кезде айтқанбыз, біз сол өндіріс орнына қалай жасалып жатыр, қалай нарыққа шықты, қандай зерттеулерден өтті, нақты қандай ауруларға ем бар, осының барлығын толық көрсетеміз деп айтқанбыз. Міне бүгін сәті түсті, сабақ dinle сәтімен Жанар Жеңісқызы, осы зерттеу орталығының басшысы, Ерғазы деген азамат бар. Осы кісілермен бүгін кездесудің сәті түскен екен. Жанар ханым, көргенімізге қуаныштымыз. Біз енді шыны керек осы дүние шықты деп естіген кезде, осындай дүниенің бар екенін естіген кезде өте қатты қуандық. Қазақ өзі дәріні жасап, өзі тұтынып, әйтеуір өзіне өзі қол жететін күнге жететін шығар деп ойлаймыз. Қашанғы біз енді шетелден дәрі тасимыз. Сонымен сіздерде нақты қандай дәрілер бар, қандай өнімдер бар, нақты қандай ауруларға ем таптыңыздар? Осыны толыққанды бізге түсіндіріп берсеңіз. Жалпы енді орталығымызда осы өсімдіктерді, яғни дәрілік қоректік өсімдіктерді зерттеп келдік. Әрине, кез келген адам ғалым болуға болады, яғни профессор болуға болады. Бірақ өзінің зерттеп жатқан осы ғылымын зерттеп, оны бір өнім ретінде дайындап шығу, ол кез келген ғалым және профессордың арманы. Сондықтан да біз бұған жетіп жатырмыз. Біз ең алдымен өте енді қуанышты жағдай. Сонымен бірге мен енді сіздерге айта кетейін, біздің осы 30 жылға жуық ғылыми зерттеулеріміздің яғни шырыны, дәні біз осы өнімдерді дайындап шықтық. Яғни бұл өнімдермен ғана шектелмейміз, алты тағы да көптеген өнімдеріміз болады. Ал енді мен сіздерге ең алдыменен біз бірінші осы негізінен бізде осы рецепт дайындау, формула дайындау, енді қазіргі тілде формула деп аталады. Формула дайындау бізде осы пандемия кезінде ғылыми зерттеулер жасап, соның қорытындылай келіп, осыларды дайындауға көштік. Яғни біз барлығы, міне өздеріңіз көргендегідей, міне суретінде тұрған барлық бізде жеуге болатын өсімдіктерден ең алдымен біз G-Plant Vita деп осы өнімді дайындадық. Енді бұлар бізде жаңа қалампыр, жаңа киік оты, түймедақ, қызылмия, жаңа әртүрлі жидектер, сонымен бірге жаңағы зығыр деген сияқты, дәндері деген сияқты осындай өсімдіктерден бірге құралған, оларды өзіндік дозада олар біріккен кезде олар өте жақсы биологиялық белсенділік беріп жатыр. Яғни біз оларды ең алдымен мысалы буындардың ауруы, жайсыздену, суық тию, мұрыннан су ағу, түшкіру, яғни денедегі температура деген сияқты осы бағытта зерттеп келдік. Сонымен бірге олар денедегі әртүрлі витаминдермен де толықтайды. Сондықтан G-Plant Vita енді өте жақсы. Қазірге дейін мысалы өзіңіз жайсызданып тұрсаңыз, ой, мен ертең ауырып қаламау деп сезінесіз ғой, суық тиеді немесе шаршап қаласыз. Қалай қабылдайсыз? Ертесінде өзіңізді өте жақсы сезініп, кәдімгідей жұмысыңызды жалғастырып жүре бересіз. Яғни суық тисе де, тұмау тисе де, әлсіздік болса да, көз тисе де ештеңелер болады. Сонымен бірге біз енді кейінгі сұраныстар бойынша бізге осы иммунитетті жоғарылату, одан кейін бауырға, бронхитке, өкпені қуаттайтын деген сияқты осындай бағыттарда да бізде сұраныстар болды. Сонымен кейін біз тағы да бір 11 түрлі өсімдік қоспасынан біз екінші өніміміз G-Plant иммунон дайындадық. Бұл жерде де қарап отырсаңыздар, бұл жерде мысалы мына әнжер, яғни мына ненің жүзімнің кептірілген қағы деген сияқты. Бұлар неге қосылады дегенде, бұлар тегіннен тегін қосылмайды. Бұлардың барлығының иммунитеті жоғары көтерілетін өзінің қасиеттері бар. Яғни сіз оны көп мөлшерде оны жей алмайсыз, немесе оны көп бәрін қосып қойып қойса да оны қабылдай алмайсыз. Бірақ біз өзіміздің технология бойынша олардың жалпы сығындысын алып, оларды көп мөлшерде неше 100 килограммдарын сығындысын алып, оларды жинап, оларды түйіршік түрінде жасап шығардық. Яғни сіз бір қабылдаған кезде сонша көп мөлшердегі жаңағы жемістің
негізгі сығындысын ғана қабылдайсыз. Сондықтан да олардың сізге беретін эффектісі, яғни өнімі өте жоғары болады. Енді бұл жерде де бұның өте пайдалы болғаны, бұлар бізде ең алдыменен осы тыныс жолына, жайсыздықке, қақырық шығаруға, өкпеге, одан зерттеулеріміз бойынша қабынуға, бауырға, жалпы бүйректі қуаттауға осыған өте жақсы. Яғни әлсіздікке, шаршап тұруға, одан кейін бізде осы көбінесе осы мынау бізде вита 9 түрлі, мынау 11 түрлі екеуі қосылғанда бізде өнім тіпті де жақсы көрініп жатыр. Яғни мына екеуін бірге ішуге болады. Иә, бірге қолдануға болады. Егер де керек болса, жеке-жеке ішсеңіз де болады, екеуін қосып жіберіп қолдансаңыз да болады. Бізде енді шыны керек стресс қой бізде. Стресс. Көшеде байқасаңыз агрессивті адамдар көп, Иә. шаршап тұратын адамдар көп. Иә. Мынандай дәріні қолдансаңыздар болады екен. Бүйрекке, бауырға, одан бронхит, жалпы өкпе. жайсыздықке, сосын кейін екеуі біріккен кезде бізге енді қазіргі айтып жатқаны, мысалы мына әйелдердің 50 жас кезіндегі мына физиологиялық өзгерістерде болатын жайсыздыққа өте жақсы көмектескен туралы бізге осы біздің тұтынушыларымыз айтып жатыр. Сонымен бірге гайморитке, осы мезгілдік аллергияға, онымен бірге Құрметті мысалы гаймориті бар адамдар осы дәріні алып ішіңіздер. одан кейін мысалы үлкен кісі, онан кейін ұйықтай алмау, көп жөтелу, жайсыздық сезіну, одан кейін мысалы жалпы бүйректі, денені қуаттау, күнделікті салауатты өмір салтын сақтауға өте пайдалы. Жақсы. Иә. Сосын сіздерде қан диабетіне байланысты бір дәрі бар. Чай, иә, бізде бар, иә. Соны көрейікші, өйткені қантпен ауыратын адамдардың қатары өте көп екен. Иә, бізде бұл өніміміз бізде қандағы диабет, қанттың мөлшерін, яғни белгілі дәрежеде контролдайды. Бұны енді біз қолданып келе жатқанымызға 5 жылдан асты деуге болады. Бұнынан қолданып, бұндан да өте жақсы нәтиже берген адамдар бізге айтып келді. Яғни біз мысалы бұлардың тек қана қант диабетіне ғана емес, мысалы бауырдағы ыстыққа, ауыздың кебуі, еріннің ойылуы деген сияқты осыларға да өте жақсы көмектесіп келді. Сонымен енді бізде мысалы барлы тағамдық қоспа ретінде, яғни тамақтан кейін кез келген уақытта қолдануға болады. Негізі енді қант диабеті бойынша тамақтан кейін шай ретінде қолданып, 1 сағаттан кейін өлшегенде оның қант диабетін кәдімгідей түсіргендігін біздің тұтынушылар айтып келе жатыр. Яғни енді бұл продюсер айтып отырғандай, бұл ұзақ уақыттық тексерістен өткен. Біз бұл дәріні, бұл нені, осы дүниені естіген кезде қазақтың аяулы ақыны Қайрат Құлмұхаммед ағамызға арнайы ұсынғанбыз, көріңіз деп. Енді 1-2 апта өтті, ол кісінің жақсы отзывтарын естіп жатырмыз. Ары қарай келесі дәрі. Енді жалпы біздің бұл жалпы әлем, өздеріңіз білесіздер, жасыл өнімге көшіп жатыр да. Өйткені олардың улылығы, бауырға зияндылығы, және олары аз болғандықтан жасыл өнімге көшіп жатыр. Ал енді біздің өзіміздің Қазақстанда өсетін, өзіміздің жаңағы шөптерден, өсімдіктерден неге осыны дайындамасқа деген бізде де ойлап келдік. Енді мысалы біз бұлардың ең жақсы жері, бұлардың кері әсері аз, және де бұлар жасыл өнімдер, бұлар күнделікті өмірде тұтына беруге болады. Ол үшін сөзсіз бір ауру болу керек емес, яғни бір аурулар профилактика ретінде, онан кейін оларды осы күнделікті өмірде салауатты өмір сақтап жақсы жүрсек, жалпы біздің халқымыз қандай, денсаулығы жақсы болады. Ондай болса мемлекеттің экономикасына да өзіндік көмегі тиеді деп мен ойлаймын. Сондықтан, сондықтан мына жерде біз бұл иммуно А, бізде де тағы да кейін басқа иммуно Б, С деп өнімдер жалғасады. Енді бұл жерде негізден бұл бізде жаңағы роза, жаңағы жидектер, әртүрлі жоғары сортты қызыл көкшелерден болған. Енді бұның жақсы жері бұл антиоксидантты, яғни жасарту, өзіндік жасарту несі бар, қабілеті бар. Онымен бірге жаңағы іштегі уыттарды шығарады, жалпы қан айналысын жақсартады, жалпы адамға күш қуат береді. Сонымен бірге тыныштандырады. Мысалы жаңағындай өзіңіз айтып отырсыз, стресс болады дедіңіз ғой, кейде бір нәрсеге ренжіп қаласыз, жайсызданып қаласыз. Сонан кейін түскі астан кейін отырып ыстық дәмдеп қабылдасаңыз, өзіңізді бір демалып, жаңағы сондай бір стрестеріңізді шығаруға өте жақсы көмектеседі. Жасарғысы келетін адамдар, дұрыс айтасыз. Қан айналысын жақсартатын. Әсіресе мынау қан айналысы деген, біз енді таңертең 9-да жұмысқа кіреміз, кеш жағын 6-да шығамыз. Жүретін уақыт жоқ, жүгіретін уақыт жоқ. Сөйтіп
қан қоюлық, қанның майлануы деген дүние өте көп кездесіп жатыр. Және көп ауру содан басталады деп естиміз. Біз енді дәрігер емеспіз. Дұрыс айтасыз. Сондықтан мына дәрі, құрметті қыздар, жігіттер, ханымдар, сіздерге өте пайдалы екен. Сонымен бірге енді бізден көп тұтынушылар сұрайды, бауырға бар ма, жаңағындай асқазанға, ас қорытуға деп солай сұрап келеді. Сондықтан да біз енді одан кейінгі өніміміз біздің осы бауырға арналған, яғни бауырмен бірге жаңа бүйрекке, ас қорыту жүйесіне, жалпы осыған өте тиімді осы шайымызды ұсындық. Бұны да қарап көрсеңіз болар. Тамаша. Мхм. 5-ші өнім кетті. Иә. Жалпы енді сонан кейін бізде осы және де біздің осы жалпы зерттеу бағытымыздың біреуі жоғары қан қысымды төмендету бағытында да. Өздеріңіз білесіздер, қазір қандағы май құрамының жоғары болуына себепті әртүрлі аурулар пайда болады. Сондықтан да біз өзіміздің осындай өсімдіктерден, яғни қандағы май құрамын азайтатын, дене салмағын азайтатын осындай шөптерден қолдана отырып, біз осы жоғары қан қысымға арналған 5-ші өнімімізді дайындадық. Бұл да Давление деп айтамыз ғой. жоғары қан қысымы мен давлениеге өте пайдалы, сонымен бірге жаңа қандағы май құрамын түсіруге, бауырдың майласуына өте пайдалы. Біз өзі больницаға барсаң қазақтың жартысы қан басымы сияқты болып сезіледі. Давлениесі жоғары адамдар өте көп, иә. Ол енді түрлі себептер бар. Сол давлениесі бар адамдар, жоғары қан қысымы бар адамдар мына дәріні алып қолдарыңыздар. Енді бізде мысалы біз етті көп тұтынамыз, қазақ ұлты. Одан кейін біз чай, өте қою қара чай немесе өте қою сүтті шайды көп қолданамыз. Енді сүт қосылғаннан кейін негізгі чайдың ішіндегі кейбір эффекті қосылыстар көмектеспейді ол кезде. Ол тек қана дәммен ғана сіз ләззат аласыз, бірақ оның жаңағы чайлардың да өзіндік жаңағы қан тамырын кеңейту немесе қабынуға қарсы белсенділіктер болады. Оған сүт қосылғаннан кейін олар бұл қасиетін жоғалтады. Ал енді біз осындай өте қою шай немесе өте жаңағы сүтті шайларды көп қолданғаннан кейін де, одан майлы етті тамақтарды көп тұтынғаннан кейін де бізде кейбір аурулар бізде басымдылық береді. Сондықтан да біз енді ойлаймыз, өзіміздің енді шөптер ғой, өзіміздің жерімізде, өзімізде өсіп жатқан. Яғни бұны қазақтарда бұрыннан да осыған кейбір өсімдіктерді біз осыда мысалы тұтынып келген. Олар да білет тарихта, мысалы мынаны ішсе, мысалы қан басым түседі, мынаны қолдансам, мынаған пайдалы деген сияқты. Біз солардың да негізін қарастырдық. Сондықтан енді күніге мысалы сүт чай не қолдана бермей, бір уақыт осындай салауатты шайларды қолданса екен деп ойлаймын халқым енді. Сонымен бірге мысалы біз жаңа етті көп тұтынамыз деп отырмыз. Соған мысалы мына шайларды, етті майды көп жегеннен кейін, мысалы мына диабеттің шайын, бауырдың ыстығының шайын, немесе мына иммунитеттің шайларын еттен кейін қолданса, мысалы өте жаңағындай денсаулыққа. Яғни еттің келген майлылығын, оның жаңағы жоғары калориясын реттейді. Сөйтіп сіз салауатты өмір салтын сақтау үшін өзіңізге бір тепе-теңдік аласыз. Яғни қарапайым, қазақтың қарапайым тілімен айтқан кезде бұл айдан алып аспаннан түсірген дүниеміз қазақтың арғы бергі тарихында өзіміздің тұрмысымызда көшпелі өмірімізде табиғатпен етене тікелей байланысты болғандықтан кәдімгі күнделікті қолданып жүрген дүниеміз. Бірақ енді біз бұл кісілердің жасап отырған дүниесі тура солай емес. Бұны кәдімгі ғылыми негіздеп және дәлелдеп, оның түрлі жаңа қалай қосылады, немен нені қосқан кезде қандай ауруға ем болады, соның бәрін 3 жылдап, 5 жылдап зерттеп барып жасалған дүние, құрметті аға. Сондықтан ойлап қалмаңыздар, тауға барып шөпті теріп әкеліп, сыртын қораптап бізге сатып жатыр екен. Бұл кәдімгі 5-6 жылдық еңбектің ғылыми дәлелдемеден өткен және Қазақстанда ғана емес, әлемде ғылыми дәлелдемеден 30 жылдық еңбекпен келген дүние. Сондықтан жеңіл желпі дүние деп ойлап қалмаңыздар деп айтып жатқанымыз ғой. Сөзіңіз аузыңызда өте дұрыс айтып тұрсыз. Мен міне өзім Таиландқа бардым. Таиландқа барып, осы жақында ғана, кеше ғана келдім. Біз осы барлық өнімдерімізді жаңа Таиландта қойдық. Сосын кейін біз өнімді қойылғаннан кейін мен тағы да лекция бердім сол жерде, жаңа үлкен конференцияда арнайы шақыртылған спикер ретінде. Сол кезде мен болып, енді түскен кезде жаңа көптеген ғалымдар сұрақ сұрайды. Соның ішінде бір Индиядан келген бір ғалым болды. Ол кісі айтты, бізде Индияда өте осы бағытта зерттеулер көп, соншама өнімдеріміз бар. Енді бізде де көптеген осындай сіздер сияқты шығарсақ болады екен ғой. Мен ол кісі өзі басқа мамандық бағыты, енді шөпке қарағанда басқа екен, бірақ мен осыған қызықты, мен енді шығарсам деп жаңа сіз айтқандай мен айтып болғаннан кейін, ол енді бұны өте оңай шығарылады ау деп ойлап солай айтып
тұрды енді ол кісі. Сосын мен айттым, сіз бұның әрбір шөпті қосу үшін кейде біз бір түрлі шөппен бір түрлі шөпті өзара қосып іше бере алмаймыз. Өйткені олардың құрам жағынан бір-бірімен әсерлесіп, басқа заттарды түзіп қалуы мүмкін. Яғни оны қосқан кезде ол улы затқа айналуы да мүмкін. Немесе ол бауырға зиян болуы мүмкін. Немесе біз сондықтан оларды қосқан кезде де бір-бірін нығайтатын, бір-бірін күшейтетін осындай арнайлы ғылыми зерттеулерменен қосылады. Одан кейін әрбір өсімдікте, әрбір қоспада әрбіреуінің дозалық талабы бар. Өйткені оның құрамындағы биологиялық белсенді қосылыстардың қоюлығы мынадан жоғары болмау керек деген заң бар. Сондықтан осы фармакопияға байланысты, осы ғылыми зерттеудің негізінде біз олардың дозалық формасын жасаймыз. Яғни мысалы ең қысқасын айтқанда біздің мынада не бар? Қызылмия бар, Қызылмияның құрамында екі түрлі бізде биологиялық белсенді қоспа бар. Негіз сонымен стандартталады. Ал олардың дозадағы мөлшері мынандай қоюлықтан артпау керек деген талап бар. Сондықтан соларға өте бағынып жасалатын нәрсе. Тегіннен тегін құрастырып, тегіннен тегін оларды қосып қайнатып жасай бере алмайсыз. Сондықтан енді бұл жағынан біз бір жағынан енді жалпы бұл нәрсені айтқан кезде оның ғылыми жағын, оның кез келген негізсіз құралмайтындығын да айта кетуіміз керек. Және таблеткалар бар екен. Дұрыс айтасыз. Бізде мына түйіршік түрінде оны жаңа қайнаған суға араластырып, шөптің дәміменен қабылданады. Бірақ бізде кейбір тұтынушыларымыз жаңа шөптің дәмін ұнатпайтын да тұтынушылар болады. Немесе жаңа қолдануға қолайлық іздейтін тұтынушылар болады. Сондықтан да біз оларды капсула түрінде де дайындадық. Бұлда да бізде қолдануға қолайлы. Одан кейін жаңағындай дәмін ұнатпайтын кісілер жаңағы таза суменен жұтып алса ғана болды. Өзіндік олардың да емдік қасиетін көрсетеді. Енді шыны керек өте қуаныштымыз Жанар ханым. Құрметті ағайын, бұл енді арнайы келіп бір дайындалып, жаңағы құрал сайманымызды көтеріп келіп жарты сағат отырып түсірілген дүниеміз. Аттың жалы атамның қомында сіздерге пайдалы ақпарат жетсін деп менің енді YouTube каналымда қаншама адам роман тыңдайды ғой, жанын азық алады. Сондықтан мен осы бір сол кісілердің арасында бойларында осындай бір жағдай болып сырқаттанып жүрген кісілер болса, осы дүниені пайдалансын, пайдасын көрсін деген ниетпен түсіріп жатырмыз. Және патенттері бар екен осы дәрілердің. Бізде әрине бізде осы заңдылыққа өте мән береміз. Бізде осы барлық өндіріс технологиялық линиясының өзі барлығы өзінің заңдылыққа ие. Сонымен бірге мемлекеттік жаңағындай тесттен де өтеді. Әр квартал сайын тексерісі де бар. Сонымен бірге олар әрбір өнімді мемлекеттік сертификатталған, яғни Евразиялық экономикалық союз осы негізіндегі сертификаты барлығы алынған, барлық өнімге. Сонымен бірге олар жаңағы патенті де алынған осы өнімдердің. Шыны керек, бұлардың ғылыми зерттеу бойынша, мысалы мына өнімнің 75-ке толы ағылшын тілінде ғылыми зерттеу мақаласы дайын. Енді бұны жариялау үшін алдымен халықаралық патент алуымыз керек, бұны қорғау үшін. Сонан кейін бұның да ғылыми мақаласы бізде жарыққа көреді бұйырса. Одан кейін бізде биылдан бастап шыққан мынау ұлттық каталог желісіне де біз осы өнімдеріміз бойынша барлығына тіркеп барлығын жасадық. Сонымен бірге мынау халықаралық GS1 мынау штрих коды бар ғой. Яғни біздің өнімдеріміз халықаралық стандарттарға сәйкес келу керек. Соған байланысты міне өздеріңіз қарап отырғандай міне штрих кодтары барлығы алынған, олардың брендтері барлығы осы мемлекеттік заңнама бойынша жасалған. Енді жаңағы жоғары ғылым және білім министрі Саясат Нұрбек мырзаның осы жерде келіп ашқанын көріп тұрмыз, лентасын беріп жатыр екен, өзіңіз тұрсыз, Біздің университетіміздің ректоры Жансейіт Қансейітұлы, сонымен бірге біздің министріміз келіп арнайы осы жерде біздің жұмысымызды бағалап, осы кіші өндірісті осы іргесін қалап кеткен болады. Құрметті ағайын, енді біз барынша осы дүниені толыққанды сіздерге жеткізуге тырысып жатырмыз. Жаңа тағы айтылып айттық, біз ешқандай техникалық мүмкіндіксіз осылай сіздерге пайдалы ақпарат жетсін деген ғана жақсы ниетпен келдік. Енді әйтеуір біздің қазақ жаңағы диванға жатып комментарий жазғанда өте жақсы жазамыз ғой. Бізден біреулер сұрауы мүмкін. Мынаны сендер ішін жасап сырдың Қытайдан әкеліп қораптап
сөйтіп жан жақтан құрап жатсыңдар, ана жақтан бір жақтан дәрісін жасап, мына жаққа келіп сыртын жасап жатсыңдар деген ой болуы мүмкін. Жанар ханым жанымызда тұр, 30 жыл ғылыммен айналысып жүрген қазақтың қарагөз қызының бірі. Енді осы дәрілер қай жерде жаңағы химиялық қоспалар қай жерде жасалады? Сізде бар ғой. Соны бір кішігірім көрсетіп шықсақ. Бізде жалпы бізде шикізаттар барлығы Қазақстаннан. Біздің осы қазақстандық шығыстан және осы мына Шымкент райондарынан осы біздің нелер келеді, шикізаттар. Ал енді барлық жасалу. Одан кейін бізде шөп, қазақтың топырағының шөп. Өзіміздің шөп. Біз енді біздің арманымыз не дегенде ағылшынша айтқанда made in Қазақстан деген бір өзіміздің бір өнім болса екен деген арман болған. Сол арманды жеткізу үшін еңбек етіп жатырмыз. Қаншалықты қиын болса дағы. Енді өздеріңіз көргендей жаңағы сіз енді айтып кеттіңіз ғой, ана заводты көрсетуден бұрын мен сіздерге айтайын, мысалы чайдың да бізде материалдары әртүрлі. Мысалы осы материалдар бізде өте жаңағы қоршаған ортаға пайдалы, яғни денсаулыққа пайдалы материал пайдаланған. Бұлардың денсаулыққа, яғни сіз оны кипятокқа жаңа қайнаған суға салып ішесіз ғой, сол кезде бұлардан шығатын зиянды нәрселер болмайды. Сонымен бірге жаңа капсуланың өзінде де біздің капсуланың материалдарының барлығына, яғни халал өнімдерін баса мән беріп, халал сертификаты бар жерден алынған бұлардың барлығы. Иә. Сондықтан да бізде барлық қарапқа қолданылатын барлық осы материалдардың барлығын талдауда біз өте зерделеп қарап, оларды зерттеп, талғампаздықпенен алдық. Кез келген біз ала салып, немесе өнім жасау үшін арзан нәрсеге ұрынып, ондай жасағанымыз жоқ. Құрметті ағайын, жаңағы өткенде осыны сүйіншілеп айтқан кезде біраз қазақ бізге қосылып қуанып еді. Шын мәнінде ішінен сыртына дейін оны жасап отырған ғалымға, зерттеп отырған ғалымға дейін, оны жасап отырған адамдарға дейін, сыртының дизайны дейін барлығы өзіміздің қазақтың дүниесі. Құрметті, қуану керек. Дизайны да өзіміздің жігіттер жасаған. Кызы дегенде сөзсіз қою керек. Өйткені Қазақстанда жасалған. Одан кейін біздің мемлекеттік фонд наука бізге, яғни осыған ғылыми қаржы беріп осын жасап отырған. Яғни бұл мемлекеттік жобаның нәтижесінде жарық көріп отыр. Оны өте баса айту керек. Болмағанда біз енді ғылыми нәтижені жарыққа шығару деген ол бір кез келген адамның қолына келе бермейді. Мемлекеттің қолдауы бұл жерде өте маңызды. Яғни бізде қуану керек. Жалпы біздің ел, біздің мемлекет қазір ғылымға өте баса дем қойып, жас ғалымдарға, жалпы ғылыми орталықтарға өте жақсы мүмкіндік беріп жатыр. Қолдау көрсетіп жатыр. Енді нені көрейік жаңағы? Бұны цех деп айтамыз ба? Не деп айтамыз? Цех деп айтыңыз. Цех деп айтуға болады, иә? Ерғазы мырза осы жердегі бас ғалымдардың бірі, мамандардың бірі, өте көп шәкірт тәрбиелеп жатыр. Енді біздің бұл кісілер қазаққа тек қана дәрі жасап жатқан жоқ. Өте көп жас ғалымдар тәрбиелеп жатыр. Мынау енді мәссаған күшті ғой. Дәрінің иісі келіп жатыр мұрынға, құрметті ағайын. Бізде жалпы линиямыз бізде осы тұндырымды алудан басталады. Тұндырымды ала келіп, біз тұндырымды алғаннан кейін олардан әртүрлі дозалық формалар жасаймыз. Яғни өздеріңіз көріп отырғандай, міне, бұл жақта да бізде осы өнімдердің ішіне кіре алмаймыз ба? Кірсеңіз болады. Кірсең болады? Міне. Жалпы біздің қазір зерттеулерімізде кейбір осы емдік өсімдіктерді қолданда өсіріп, осы жаңа бағытында зерттеулерді жасап жатырмыз. Өйткені оның барлығын табиғаттан алу немесе сатып алу дегеннен көрі, яғни өзіміз өсіріп шығаруымыз, яғни оны бір өсімдіктерді өсіруден өнімге дейін өзіміз дайындасақ деген мақсатымыз осы. Енді мына жерден де біз енді барлық процесс өз қолдарыңыздан өтіп барлық процесс өзіміздің қолымызда. Яғни шикізаттан тартып, қайтып дайын өнімге дейін барлығы өзімізде жасалады. Тамаша. Дәрінің иісі, шөптің иісі деген бұрқырап тұр мына жерде. Айтпаңыз. Мына жерде де. Бізде бұларда мысалы яғни бұл бізде жоғары қысымды төмен температурада кептіргіш осы құрылғысы. Өйткені өсімдіктен жасалған өнімдерді біз жоғары температурада кептіре алмайсыз. Ондай болған жағдайда оның ішіндегі жаңағы пайдалы қосылыстардың құрылысы өзгеріп кетеді. Сондықтан бізге
жоғары қысым, төмен температурада осыларды кептіріп, бұл бір жағынан дезинфекция болады, яғни бір жағынан осы жақсы кептіріп алуға болады. Сапаны қамтамасыз ету зертханасы дейді. Иә, сонымен бірге бізде Лаборатория әрине мына жерде. иә, зертханаларда біз әртүрлі, мысалы кейбір Мәссаған. өсімдіктерді біз қайнатып жасалады, кейбір өсімдіктер қайнатылмайды. Оның өзінің талаптары бар. Кәдімгідей қолменен жазып отырып мына жерде. Иә, бізде мысалы міне экстракциялау, біз олар дайындаудың алдында барлығында осындай кіші жаңағы эксперименттер жасалады барлығында. Эксперименттер жасалғаннан кейін барып, олар өндірістік жүйеге өтеді. Алдыменен кішкентай эксперимент болады, одан кейін барып өндірістік жүйеге барады. Иә, сондықтан да бұл енді бізде бір жағынан осы жасау барысында да көптеген зерттеулерді бірге жүргізіп отырамыз. Тамаша. Қанша ғалым бар қазір сіздерде? Бізде қазір осы тұрақты қызметтерден 5-10-ға дейін бізде жас ғалымдар жұмыс жасайды. Сонымен бірге магистранттар бар, докторанттар бар, бакалавр студенттерді дайындап жатырмыз. Өйткені олар бакалавр кезінен бастап түсіну керек те жалпы. Қандай жұмыс, қандай не қызығушылығын арттыруымыз керек. Яғни біз өзімізге осындай мықты мамандарды дайындай бастауымыз керек. Сіздің әңгімеңізге қарап қуанып жатырмын, Жанар апай. Сосын Бұйырса болашақта бізде дәріні өзіміз жасап алатын сияқтымыз ғой? жасауға әбден болады әрине, бірақ енді оның барлығы мәселен экономикалық Жалпы енді біраз жылдардан кейін деген. Әрине. Мысалы мен біз қазір бұларды биологиялық белсенді қоспа ретінде тіркедік. Ал енді мысалы жаңа Қытай елдерінде болса, бұлар дәрі ретінде тіркеледі. Ал енді бізде енді әрине ендігі арманымыз осы өнімдерді мен кейбіреулерін дәрі ретінде тіркесем ба деп енді алдағы талаптарға қойып отырмын. Өйткені оған біраз зерттеулер керек болады, клиникалық зерттеулер, жаңағы көп жұмыстар керек болады. Оларды жасай келе, оларды біз дәрі ретінде тіркеп шығуда біз алдағы біздің негізгі мақсаттарымыздың бірі. Бұл жерде бұл бізде сіздерге енді тағы да айта кетуіміз керек. Біз өнім дайындаған кезде өнімді дайындайтын шикізатты, яғни жаңағы өсімдік қоспалары бар ғой. Осы шикізаттардың барлығын алдымен анализдейміз. Яғни оларды стандарттаймыз. Олар сай келе ма, өнім жасауға бұл шөп бола ма, болмай ма, көгерген бе, сарғайған ба деген сияқтысын қарайсыз барлығын. Сондықтан оның өзіндік биологиялық белсенді заттардың қоюлығы жеткілікті ме? Бұның барлығы осы құрылғыларменен бақыланады. Содан кейін дайын болған өнімді тағы да қайтеміз, стандартқа сай ма, бұлардың бәрін бақылаймыз. Яғни біздегі қосылыстардың қоюлығы, олардың мөлшері, тазалығы барлығы қайтеді, осы құрылғыларда зерттеліп анықталады. Ал сонымен бірге бізде мысалы басқа да мына флеш хроматографиясы, препаративті HPLC деген сияқты мыналардың барлығы енді түгел 20 миллионнан кем емес, 20 миллион, мынауыңыз 35 миллион, мынауыңыз 42 миллион. Міне осы құрылғылардың барлығында біз осы өсімдіктерді зерттеуді, мысалы мына сығында алдық. Енді бұның ішінде миллион қосылыстар бар. Біз бұларды қайтеміз? Біз бұларды осы құрылғылардың көмегіменен олардың құрамындағы қосылыстарды анықтап зерттеп аламыз. Тіпті керек болса әрбір қосылыстарды бөліп аламыз. Иә, жеке қосылыстарды. Мына жерден де 100 миллион теңгенің техникасы тұр екен, прибор тұр екен, иә? Бұйырса қазақтың саны 100 миллионға жетіп, өзімізге дәріні өзіміз жасап, өзімізбен өзіміз өмір сүретін күнге жетейік енді. Мына жерде мына колонканың өзі 2000 доллар тұрады. Ойбай. Сіздер ауыздарыңызды ашсаңыздар 2 миллионнан басталып жатыр ғой. Бізде сол ғой, сондықтан ғылымның барлығына экономикалық қаржы өте керек. Біз бұларды мысалы мемлекеттік грантты қаржыландыру жобасын берген кезде енді шыны керек, біз мынау жалақыны өте аз жазып, қалған барлығын жинап, жаңағы құрылғы алуға қолдандық. Соның арқасында біз міне кішкене осындай жобалардан құрылғы алып отырмыз. Сонымен бірге шетелдік жобаларды беруге тырыстық. Оларменен жаңағы бірlikte кейбір құрылғыларды сол жобалардың да көмегіменен алып келдік. Иә. Енді Жанар ханым, істеріңізге береке берсін. Бізде қараптау бойынша мысалы бұл жерде, бұл бізде жаңағы гранулдарды, түйіршіктерді араластырып барып қараптауға өтеміз, яғни оларды жасауға. Сондықтан бұл жерде жаңағындай түйіршіктерді немесе жаңағы дражит формаларын біз қараптағанда осы
құрылғылардың Яғни көмегімен. сыртын қораптаған кезде осы жерден тікелей қорапталады, иә? Иә, Осылай болып шығамыз сонда? Мына жерден иә, сондай шығамыз болып, да? иә. Аха. Мәз. Күшті Тікелей, ғой, өздеріңіз жасап, заманауи, ол өзі өздеріңіз қараптап, қораптап, өзі дайындап шығарып береді. лента Сонымен ұстап. бірге, яғни бізде чайларды жасаған кезде әртүрлі чайларды саламыз мына жерде. Өзі өлшеп, грамдап, бұл жерде өзінің сенсоры бар. Өзі, мысалы, грамын қоямыз, астына дизайн деп. Мысалы, мынау 0,1 грамм, мынау 0,5 грамм, мынау 1 грамм деген сияқты. Сол бойынша өзі жинақтап барып, ең соңында Мына жерден қорапталып шығады, иә? қораптап шығарады. Иә, Мына жерден. иә, қораптап шығарады. Тамаша. Сондай. Сондықтан да енді бұлардың барлығы бізде Яғни осындай жасалған. мына жерде міне Иә. шайлар тұр екен, міне осылай жасалып Қарапта, жатыр екен. иә, солай жасалып жатыр барлығы, иә. Тамаша, керемет. Мына жерде міне Капсула түрінде де бұлардың барлығын, мысалы, біз, иә, капсула түрінде де бұлардың барлығын, біз капсуладардың барлығын тексеріп, қарап, сосын барып қараптауға өтеді. Мысалы, одан өтпей қалғандары, мысалы, онда біз бұларды қараптауға алмаймыз. Керемет. Жүріңіз. Енді құрметті көрермен, құрметті ағайын, құрметті қазақ жұрты, ешкім ауырмасыншы. Қазақ ауырмасын. Бұл дүниелерді жарыққа шығарудағы мақсат осылар сатып, бұл кісілер байып кетейін, кәсіп жасайын деген ниет емес. Бірақ енді адам ет пен сүйектен жаралған. Түрлі жағдай болады, түрлі сырқаттар болады, түрлі аурулар болады. Ол өзіміздің айналамызда, өзіміздің ата-анамызда, өзіміздің туған туыстарымыздың да бойында бар. Қысқасы жаңа бүйректен, қанттан, әсіресе қант диабеті, қан басым, давление, содан кейін жаңағы түрлі ішкі ағзада болатын өзгерістер. Бұның барлығы адамның бойында бар. Әрине ешкім ауырмасын деп тілейміз. Бірақ енді осындай жағдайда қайтпек керек. Онсыз да қазақ ана жаққа барып емделіп, мына жаққа барып емделіп, мынау пайдалы екен десе, мынаны алып ішіп, ойбай, мынау пайдалы екен десе, мынаны алып ішіп, қайда барып, қайдан ем табарын білмей, кәдімгі қиналып жүрген қазақтың қатарын өте көп көреміз. Сондықтан, құрметті ағайын, енді ауру Алладан, оның шипасы да Алладан. Мынаны ішсең болып жазылып кетесің, құлан таза ауруыңнан айығып кетесің, шауып кетесің деген дүниені біз айтпаймыз. Бірақ шипасы Алладан. Себеп болып жатса, осындай бір дүниеден сіз жазылып кетіп жатсаңыз, бір қазақ жазылып кетіп жатса, қуанамыз. Дұрыс қой. Сондықтан бойыңызда қандай да бір жағдай болса, дерт болса, ауру болса, мархабат. Ешқандай залалсыз. Бізде содан кейін көп аурулар бар. Мына дәрі бүйрекке пайдалы деп айтады. Бүйрекке ішеді, бірақ мына жақта бауырын зақымдап кетеді. Ал бұл 100% кәдімгі залалсыз, қазақтың өмірімен тікелей байланысқан, қазақтың табиғатпен арпалысып жүріп тапқан емдік дүниелері. Бірақ соны ғылыми негізде бұл кісілер жасап отыр. Сондықтан, құрметті ағайын, пайдаланып көріңіздер. Қандай да бір осындай дүниенің бойынан сезіп, тауып, осындай бір аурумен ауырып, оның емін таппай жүрген туыс туған, дос жаран, ағайын туған айналаңызда адамдар болса, осы видеоны жіберіңіздер, хабарласыңыздар. Барлық қазақ аман болсын. Сізге көп рахмет, Жанар ханым. Сіңізге береке берсін. Қазақ ғылымына, қазақ еліне, қазақ ұлтына жасап жатқан осы айналаңыздағы шәкірттеріңізбен, бауырларыңызбен жасап жатқан жұмыстарыңыз берекелі болсын. Рахмет сізге. Bir ауыз. Жалпы енді біздің осы арманымыз не деген кезде, осы өзіміздің қазақтың жалпы өмірменен тікелей осы өнімдерді дайындап келдік. Әрі біздің осы зерттеулеріміздің, өзіміздің зерттеулеріміз осы қазақтың жерінде, осы қазақтың табиғатында, өзіміздің осы ауылда болып жатыр. Енді біздің арманымыз не? Осы біздің осындай өнімдерімізді, осындай ғылыми зерттеулерімізді олардың жалпы халықтың денсаулығына игі болса екен, жалпы бүтін жер шарына оң әсер тисе екен, позитивті болсын екен деп біздің зерттеулерімізді. Біз енді осы бағытты талдап, осы бағытта зерттеу жасап келдік. Енді әрине жаңа айтып өттім, бір ғалымның өзінің зерттеген жұмысының оның жаңағыдай өнім ретінде коммерциализацияға айландырып, оны нарыққа шығару, оны халықтың игілігіне жеткізу деген енді бір үлкен бақыт. Сондықтан да енді өздеріңіздің келіп, осындай бізді бағалап,
осындай көрсетіп айтып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Сонымен бірге біз ғылыми зерттеулерімізді жалғастыра береміз. Әлі бізде көптеген өнімдер бар, әлі көптеген біздің идеяларымыз бар. Осыны жасап шығуға енді бір Алла өзі күш қуат берсін. Қолдайық, қолдайық, құрметті ағайын. Қазақ ғалымдарын қолдайық. Мемлекетті қолдап жатыр барынсан. Біз де қолдайық. Қоғам болып қолдайық. Қоғам болып қолданайық. Тіпті профилактика түрінде де қолдануға болады деп жаңа Жанар ханым айтып жатыр. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік, құрметті ағайын. Аман сау болыңыздар.